Сәлем достар, сендермен бірге Ерасал. Бүгін біз сіздерге 2021 жылы түсірілген Поворот не туда наследие киносының қазақша негізгі желісін айтатын боламыз. Бұл Поворот не туда киносы біздің канал үшін ерекше кинолардың бірі. Себебі біз бұл киноның 1-7 бөліміне дейін обзор жасадық. Және менің көрермендеріме қатты ұнайтын топтаманың біріне айналды. Біз 7 бөлімге обзор жасамас бұрынғы киноларға бір шолу жасап шықсақ. 2003 жылы алғаш адастырған бұрылыс киносы көпке ұсынылды. Бұл киноның ерекшелігі каннибализмге негізделген, қан төгіс пен азаптауларға толы хоррор кино болды. Қысқаша кино былай болады. Крис деген жігіт бір шаруамен жолға шығады, бірақ оның жолында техникалық ақауға байланысты жол жабылған екен. Осылай ол басқа жол іздейді. Әрине телефонда байланыс жоқ. Одан Крис бір сүйкімді шалдан жол сұрап, төтелетіп тайып тұрайын дейді. Одан Крис ана бажырайған дәу көзімен алдындағы дәу машинаны көрмей оны соғып алады. Сөйтіп жап-жаңа достарды табады. Және барлығы адасып қалған. Сөйтіп олар орманда аралап кетеді. Және бір сыртынан қарап ойбай пісмілі дейтін үйге бәрі дым сезбей кіреді. Әрине ішінде ешкім жоқ. Одан біздің адам жегіштер келеді. Олардың бәрі қуаласпақ ойнайды, тығылыспақ ойнайды, бірақ арасында біздің адамдар өліп қалатын болмаса. Одан біраз бытыш-тырыш ойнап болғаннан кейін Крис пен Джесси ғана тірі қалып, адам жегіштерді өлтірдік деп, жеңдік деп кино аяқталады. Бірақ соңында бір қисық бет тірі қалған екен. Одан 2007 жылы адастырған бұрылыстың 2 бөлімі шығады. Ол кинода адам жегіштердің өмірі гүл-гүл жайнап кеткен. Адам жегіштер қатын бала шағалы болып көбейіп алған. Және оған құрбан болатын адамдардың саны да осы жолы көбірек. Қысқаша кино былай болады. Бір орманда болатын реалити шоуға жас қыз-жігіттер қатысатын болады. Бірақ сол орманда біздің адам жегіштер өмір сүреді. Солайша олар шоу түсіреміз деп түсірілім тобымен қатысушылар да сол адам жегіштердің құрбанына айналады. Және кино соңында тағы да бір қыз бен жігіт тірі қалады. Және адам жегіштердің бәрі өлді деп ойласақ, құрып қалғыр тағы біреу тірі қалыпты. Және кішкене баласы бар еще. Одан 2009 жылы адастырған бұрылыстың 3 бөлімі шығады. Ал бұл киноны қысқаша айтатын болсақ, кинода біз бір түрмедегі қылмыскерлер түрмеден қашуға жоспар құрып, қашқай жүргенін көреміз. Бірақ ол жоспарды полицейлер алдын ала біліп, оларды басқа түрмеге ауыстыратын болады. Сөйтіп оларды автобусқа салып, жол жүріп кетеді. Бірақ олар түнде орман ортасында өтіп бара жатқан кезде оларға адам жегіш шабуыл жасайды. Сөйтіп олардың автобусы апатқа ұшырап төңкеріліп қалады. Сөйтіп олар адам жегіштермен орманда біраз көңіл көтереді. Бірақ ең қызығы олар орманда келе жатып қап-қап ақша тауып алады. Өздерінің аяқтары шынжырланып жүре алмай келе жатқанда әлгі ақшаны арқалаймыз деп біраз әлек болады. Осылай біраз бытыш-тырыш ойнап болғаннан кейін тағы да соңында полицей жігіт пен Алекс деген бір қыз тірі қалады. Бірақ және тағы біреу тірі қалған. Және кино соңында әлгі тірі қалған полицей жігіт әлгі ормандағы қап-қап ақшаны іздеп келіп, оны тауып мәз болып тұрғанда, өзімен бірге тірі қалған жігіт оны өлтіріп кетеді. Және ақшасын алып кетке жатқанда, оны адам жегішке өлтіріп кетеді. Бірақ енді бір сұрақ. Мына адам жегіш қайдан шығып келді? Үш саусағы өліп қалған жоқ беді? Араға 2 жыл салып 2011 жылы адастырған бұрылыстың 4 бөлімі шықты. Бұл бөлімнің ерекшелігі бұл жолы қыс мезгілі және оқиға көбінесе бір құрылыстың ішінде өрнейді. Және біз осы жолы 3 бөлімнің жалғасын емес, бәрінен бұрынғы оқиғаларды көреміз. Кино қысқаша былай болады. Жас студент достар орманға демалысқа кетеді, бірақ олар сол орманда адасып қалады. Және түн болып кеткендіктен паналайтын жер іздейді. Сөйтіп олар бір иесіз үлкен клиниканы тауып алып сонда кіреді. Әрине, сол жерде біздің 3 адам жегіш бар. Сөйтіп олар бір-бірлеп сол адам жегіштерге құрбан болады. Осы жолғы бөлімде ешқандай адам тірі қалмайды. Барлық студенттер өледі. Және адам жегіштерден ешкім өлмейді. Одан 2012 жылы адастырған бұрылыстың 5 бөлімі шықты. Бұл бөлімде сол баяғы біздің 3 адам жегіштер, 3 саусақ, 1 көз, аз өтіс, әдеттегідей оның құрбандары жас студент достар. Және бұл бөлімде адам жегіштермен бірге бір каннибал шал шығады. Алдыңғы бөлімдердегі шал адам жегіштердің әкесі болатын. Осы жолғысы жеке бір ешқандай жақындығы жоқ каннибал шал шығады. Кино қысқаша былай болады. Вирджинияда бір фестивал болғай жатады. Оған бір топ студенттер баруға жоспарлайды. Бірақ олар келе жатып, жолдан бір шал шығып келгенде рөлге ие бола алмай машинаны ағашқа аямай соғып алады. Және шал студенттерге шабуыл жасаймын деп өзі таяқ жеп қалады. Сөйтсек бұл каннибал шал біздің адам жегіштермен бірге осылай адамдарды аулайды екен.
Бірақ осы жолы сәтсіз болып, шал студенттермен бірге қалашық бөлімшесіне ұсталып қалады. Сөйтіп сол жерде шериф пен студенттер мен әлгі каннибал шалдан басқа ешкім қалмайды. Өйткені қалашық тұрғындары таудағы фестивалға кетіп қалған. Және оған біздің 3 адам жегіш барып, бәрі бірге тығылыспақ ойнайды, қоласпақ ойнайды, быдыш-тыдыш ойнайды. Адам жегіштер мен каннибалдан басқа ешкім тірі қалмайды. Қалған барлығы өледі. Студенттер де, шериф те. Сөйтіп кино аяқталады. Одан кейін 2014 жылы Адастырған бұрылыс 6 бөлімі шықты. Бұл кинодағы ерекшеліктер патата. Я білеміз, Адастырған бұрылыс киноларында арасында патата шығатын. Бірақ осы жолғы бөлімнің негізгі тақырыбы патата. Қысқаша кино былай болады. Әлгі біздің адам жегіштердің әулеті, яғни Хилликер каннибал әулетінде ұрпақ жалғастыратын ешкім қалмайды. Бәрінің қаны арамдалып кеткен, яғни бәрі мутант болып кеткен. Содан тек Селли деген қыз бен Дэнни деген жігіттің қаны ғана таза. Бірақ Дэнни Хилликерлер отбасын мүлде білмейді, және ол өзінің тегі әулеті каннибалдар екенін білмейді. Солайша әлгі соңғы каннибалдар өзінің ұрпағын жалғастыру үшін Дэнниді өздерінің әулетінің сарайын мұрагерлікпен Дэнниге табыстауға шақырады. Осылай оқиға сол бір Дэнниді каннибал екенін түсіндіруге Селли мен патата қылумен бітеді. Әрине, Дэнни мен еріп келген достары адам жегіштердің қарнын тойғызады. Осылай кино аяқталады. Міне осылай Адастырған бұрылыстың 6 бөлімі деп бітті. Одан кейін араға 7 жыл салып 2021 жылы Адастырған бұрылыстың 7 бөлімі шықты. Қарасаңыз, Адастырған бұрылыс бөлімдері арасына 1-2 жыл ғана салып шығып отырған, бірақ 6 бөлімнен кейін 7 жылға жоқ болып кеткен. Себебі 6 бөлім өте нашар нәтиже көрсетуі. Ал енді бүгін біз осы 7 бөлімге обзор жасаймыз. Кино жайлы айтатын болсақ, режиссер Майк Нельсон, сценарий авторы Алан Макэлрой. Кино шығыны $3,2 миллион. Бұл киноның желісінің ерекшелігін айтатын болсақ, бұл жолғы кино алдыңғыдай каннибализмге негізделмеген. Яғни біз бұрынғыдай шаш өріп еген беті қисық бұты талтақ адамдарды қинап өлтіріп, быдыш-тыдыш ойнайтын арбиған адам жегіштерді көрмейміз. Сондықтан да осы бөлім өзгерек және ерекше. Ал енді бұл бөлімде не қызық бар екен? Бірге көрейік. Кино Скотт деген шалдың Вирджиниядағы қалашықтан қызын іздеп келумен басталады. Оның қызы достарымен саяхатқа кетіп алтапта бойы хабарласпаған, істісі жоқ. Скотт бөлімшеден сұрап білмейді, адамдардан сұрап білмейді, қызын таппай дал болады. Және сол жердегі бір шал оларды көрдім, бірақ қайда кеткенін білмеймін дейді. Егер орманға кетсе, онда іздемей-ақ қой, онда өлді деген сөз дейді. Одан кейін біз алтапта бұрынғы оқиғаға кетеміз. Біздің әлгі үстісі жоғалып кеткен жастар қалашыққа келе жатады. Жолда көліктің жарылған дөңгелеген бір топ жігіттің арасында әлгі Скотттың қызы жен ауыстырады. Одан біз әлгілерді әлдекім бақылап тұрғанын көреміз. Алтауы қалашықтағы бір қонақ үйге келеді. Жастардың ерсі қылығын көрген қожайын кемпір бір жерлеріңді қысып жүріңдер деген секілді сөздерді айтады. Және қол ұстасқан екі сүмелек киіммен ақ нәсілді қыздың қара нәсілдіге жұптасып жүргенін көріп, кемпірдің қояншық ұстайды. Одан кешкісін алтауы бір барға келеді. Жастардың ерсі қылығын көрген бір шал оларға келіп, нағып жүрсіңдер дейді. Сонда шоколад, алтауымыз тауға жаяу шығып саяхаттаймыз дейді. Ал шал, ол жерге бәле іздеп бармаңдар, саяхаттайтын жер емес, өлім құшуларың мүмкін дейді. Сонда жыбырлақ атым, бұл шалдың сөзі көп, көңкілдеген қақпас дей бергенде шал бұл сөзін естіп қояды. Ей қарақтарым, сендер жассыңдар, әр нәрсені осал санамаңдар дейді. Сол кезде жен, жас болсақты баспыз, жігітім қайта өңдеу орталығында жұмыс жасайды. Ал Адам программист, Мила онколог дәрігер, ал Луис пен Герри Нью-Йоркта ресторан ашады дейді. Және мен 2 магистр дәрежесін бітіргем дейді. Және шалдың өзіне, сіздің денсаулығыңызда ақау бар, көзің сарғайған анау мына деп өзің емдел деп сөз айтып қайтарып жібереді. Ертеңінде алтауы сапарға шығып кетеді. Олар керемет табиғатты көріп тамсанады. Сөйтіп келе жатқанда шоколад таудың маңайындағы бір ескі қамалды көргісі келетінін айтады. Жен қаламаса да жігіттің сөзіне көндігеді. Бірақ олардың жолы қиындап, Мила өліп қала жаздап, жол қайда кеткені белгісіз болып, шоколадтың өзі біртүрлі болып, бастарына бәле іздегені белгілі бола бастайды.
Сөйтіп тұрған кезде бір дауыс естіледі. Артынан дәу бөріне құлайды. Ал тауының есі шығып қаша жөнеледі. Таудан ары домалайды, бері домалайды. Қол аяғы жараланып, сол кезде әлгі гейдің біреуі шелпек боп қалады. Бәрінің есі шығады, және әрине бұл жерде байланыс жоқ. Содан біз тағы біреу оларды қылтиып бақылап тұрғанын көреміз, бірақ оны Женнен басқа ешкім көрмейді. Барлығы жарақаттарын танып, есін жиып ары қарай кетеді. Түнде жаңбыр жауып, олар шатыр тігіп ұйқыға кетеді. Әрине, түнде оларды тағы біреу қылтиып бақылап тұрады. Таңертең олар тұрса, арасында Адамның қызы Мила жоқ екен. Одан олар Миланы іздей бастайды. Сол кезде Жен ағаштың артынан қалашықта көрген бір кішкентай қызды көреді. Адам қыздан ашулы күйде сұрақ сұрайды. Одан кішкене қыз қаша кетеді. Оның артынан Адамды қуа жөнеледі, бірақ Адам тұзаққа түсіп қалады. Сөйтіп оны бір шұңқыр тартып кетеді. Қалғандарының есі шығады. Шұңқырға түсейін десе бір жылан бар екен. Сөйтіп олар белгіні қойып ары қарай кетеді. Сөйтіп келе жатқанда олар бір үйшік тауып алады. Ол жерде адамдардың әртүрлі заттарын іріктеп жинап қояды екен. Сол кезде олар Адамды көтеріп бара жатқан екі маскадағы адамды көреді. Шоколад барып сөйлесейін десе, олар басқа бір тілде сөйлейді. Осылай олар түсінісе алмай тұрғанда Адам тұрып келіп ағашпен біреуінің басын ұрып жығып, ағашпен әлгіні езіп өлтіріп тастайды. Сол кезде олар екіншісі қалай үстісі жоғалып кеткенін білмей қалады. Адам мен бұны Миланы өлтірді деп ойлаймын дей бергенде, Мила ағаштың арасынан шығып келеді. Мила түнде дәретке бару үшін далаға шыққанда әлгі екі адамды көрген екен. Сөйтіп ол қорқып тығылып қалыпты. Бірақ Адам себепсіз бір маскадағы адамды өлтірді. Бірақ Адам бұлар жаман адамдар. Олар неге тұзақ құрады? Мені қайда апара жатты? Бұлар мені өлтіретін еді дейді. Барлығы осылайша Адамның қылмысы жайлы тіс жармайтын болды. Сөйтіп келіседі. Сөйтіп олар ары қарай кетеді. Және жолда шоколад тағы бір тұзаққа түсіп қалады. Бірақ осы жолы жарақат жеңіл. Мила жарақатын таңып береді. Одан олар ары қарай кетеді. Және жолда соңынан келе жатқан сүйретілген гей Луисті бір ағаш адам ұстап алады. Сол кезде оларды әртүрлі маскадағы адамдар қоршай бастайды. Мила Адамның артынан еріп келемін деп бір шұңқырға түсіп кетеді және денесіне ағаштарды қадатып алады. Бірақ сүмелек Адам өлім аузында жатқан қызы Миланы құтқармай өз басын ойлап қашып кетеді. Одан Миланы бір маскадағы біреу садақпен өлтіреді. Бірақ сүмелек Адамда ұсталады және шоколадпен Жен де маскадағы біреулерге ұсталып қалады. Жен есін жиса, ол қалашықта білезік сатып тұрған келіншекті көреді. Ол келіншек шоколад, Луис, Адамды және Женді бір ауылға алып келеді. Ол ауыл жабайы тайпа секілді екен. Тері киім, мал тауық асыраған. Одан оларды бір бөлменің ішіне алып келеді. Одан бір еркек шығып келіп маскасын шешеді. Столды орып, бұл жердің сот екенін айтады. Және сендер өлім жазасына кесілесіңдер дейді. Одан кейін олардың айналасында тұрған адамдар олардың қылмысын айта бастайды. Сол кезде мұртты біреу, бауырым екеуміз аң аулап келе жатқанда, бір есінен танған адамды көрдік. Содан оны алып келе жатқанда, әлгі жігіт менің бауырымды өлтірді дейді. Адамның достары бұған келіспейді. Бірақ сол кезде бұл оқиғаны бір кішкене қыздан сұрағанда, ол Адамды қолымен көрсетеді. Сөйтіп Адамды өлім жазасына кесетін болады. Адамды бір орындыққа байлап, бетін ағашпен ұрады. Айби! Одан сот қашпақшы болған гей Луистің көзін қызған темірмен күйдіреді. Одан Жен тірі қалу үшін шоколад сендерге жұмыс жасай алады. Ал мен жаспын, таңертең тұрамын, киімді жуамын, енеге сәлемді саламын, баланы туамын, жалпы супер қатын боламын, деп тірі қалдыруын сұрайды. Сот келседі. Сөйтіп байқұс батады. Біз кино басында көрген ақшашты Скотт деген шал Женнің әкесі. Ал тапта хабарласпай кеткен қызын өзі іздеуге кеткен. Өйткені полицейлер бұл жайтқа аса мән бермеген. Скотт сол жердегі қонақ үйдің қожайынымен әңгімелеседі. Сонда кемпір оған бұл жердегі барлық адам білетін, бірақ ешкімге айтпайтын бір нәрсені айтады.
1859 жылы 10-ға жуық отбасы Америка соғыстан құлайды деп ойлап тауға өздері жаңа мекен құруға кеткен. Осы уақытқа дейін тау басындағылармен біз байланыспағанбыз. Бұндай жағдайлар бұрында да көп болған және ешкім ешқандай іс-шара алған жоқ. Тауға шығатындар өз еркімен шығады, бірақ ешқашан оралмайды, дейді. Одан Скотт бардан шығып келе жатқанда әлгі бардағы шалдан таяқ жейді. Бірақ ертеңінде Скотт заттарын жинап тауға өзі шығуға бекінеді. Жаңа ашқан қонақ үй қожайыны өзінің жиендерін оған ертіп жібереді. Сөйтіп олар үшеу болып тауға шығады. Олар тауға кіреберістен бірінші тұзақтан құтылады. Бірақ біреуі келесі тұзаққа түсіп қалады. Сөйтіп тұрғанда тағы бір тұзақ іске қосылып, тек Скотт қана тірі қалады. Скотт түнделетіп келе жатқанда, оны маскадағы екі кәрін ұстап алады. Ол есін жиса сақал мұрты өсіп кеткен шоколадпен басқа топтасқан қалың адамды көреді. Сол кезде Скоттқа біреу садақ атады. Ол өзінің қызы Жен екен. Одан сот келіп, Скоттты заңсыз амокқа кірді деп оны абақтыға қамауға бұйрық береді. Түнде сот Женге, ол сенің әкең емес пе еді дейді. Сол кезде Жен, мен таңдау жасадым дейді. Содан түн ортасында Жен әкесін құтқарып бірге қашады. Егер сізді жараламасам, олар маған сенбейтін еді дейді. Жолда шоколадқа кезгеді. Ал шоколад, мен бұл жерде қаламын дейді. Одан Жен әлгі кішкене қызды өздеріне жол көрсетуін сұрайды. Сөйтіп олар төтелетіп келе жатып, жолдағы жазаланған адамдардың арасынан Луисті көреді және оны өлтіреді. Енді жаны қиналмасын деген ғой. Сөйтіп келе жатып олар ауылдың бір-екі адаммен бытыш-тытыш ойнап, әрін деп келе жатқанда әлгі бардағы жаман шалдар жақсы шал болып кеткен екен. Оларды сөйтіп құтқарады. Және олар кетерінде орманға өрт қойып кетеді. Сөйтіп барлығы аяқталды. Біраз уақыт өткеннен кейін Женнің үйінің жанында жаңа көршілер келді. Бірақ ол әлгі сот. Жен екі пышақты алып жүгіріп барып бытыш-тытыш ойнайды. Бірақ сөйтсек бұл Женнің қиялы екен. Одан сот пен кішкене қыз және Жен үшеуі бір көлікке отырады. Одан Жен бәрін өлтіріп кино аяқталады. Осылай аяқталады. О май гад. Жағым талып кетті ғой, ё-моё, сөйлей алмаймын енді. Достар, видео осылай аяқталды. Видеоны лайк басамыз. Жағым талып кетті, білмеймін.